Ассалаумағалейкум футбол сүйер қауым, ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Әлем чемпионаты басталып жатыр. 2 күннен кейін әлем чемпионаты басталады. Бұл үлкен той футбол сүйер қауымға, үлкен мереке десек те болады. Мен өз болжамдарымды осы әлем чемпионатына айтатын боламын. Каналға тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Сонымен кеттік, болжамымызды бастайық. Бізде бірінші матч Мексика және Южный Африка ойыны. Бұл ойын Мексиканың үйінде болады, Мексиканың стадионында болады. Сондықтан Мексика сенімді жеңіс алуға тырысады. Бұл жерде шот ондай қатты үлкен болмайды. Мүмкін 1-0, 2-0 деген есеппен Мексика жеңуі әбден мүмкін. Мексиканың жеңісін алсаңыздар болады. Мен өзім Мексиканың жеңісін алып отырмын. Мексиканың жеңісіне 1,5 кеф беріп тұр. Өте жақсы кеф деп ойлаймын. Біз сонымен екінші матчқа болжам айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Сонымен жігіттер, бізде екінші ойын Южный Корея және Чехия арасындағы өте бір сондай қызықты кездесу десек те болады. Бұл жерде Южный Кореяның құрамына келсек, Сон Хин Мин деген сияқты мықты әлемдік деңгейдегі шабуылшылары бар. Чехтардың да құрамы өте бір сондай әлсіз емес. Бұларда да жақсы игроктары бар. Бундеслигада, ағылшын премьер лигасында ойнайтын жақсы игроктары бар. Бұл ойынға менің өз болжамым, жалпы голдар саны 2-ден көп. Яғни доп тотал 2 больше, 2-ден көп. Бұл жерде 2-3 гол болуы әбден мүмкін. Өйткені Южный Кореяны әр әлем чемпионатында білеміз, голды да көп соғады, голды да көп жібереді деген сияқты. Чехия іріктеуде өте мықты ойындар көрсетті. Сондықтан бұл ойында голдар саны 2-ден көп болуы тиіс. Менің бұл матчқа өз болжамым дәл осылай. Ал жігіттер, сонымен бізде үшінші ойын Канада және Босния арасындағы матч. Бұл ойын Канадада болып өтеді, Канаданың өзінің стадионында болып өтеді. Канада өздерінің жанкүйерлерінің алдында сенімді жеңіс алуға тырысатын болады. Бірақ дегенмен оңай болмайды деп ойлаймын өзім Канадаға. Өйткені Канаданың құрамын білеміз. Босния іріктеу кезеңінде өте мықты ойындар көрсетті. Оны да жоққа шығаруға болмайды. Сондықтан бұл жерде Канаданың жеке тоталы 1-ден көп деп алсаңыздар болады. Жақсы кеф беріп тұр. Сонымен жігіттер, әлем чемпионатының алғашқы 3 ойынына өз болжамым осылай. Сіздердің де өз болжамдарыңыз болса комментарийға жаза кетіңіздер. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп қойсаңыздар болады. ютубқа алғашқы рет видео түсіріп жатырмын. Кішкене қобалжу бар. Дұрыс жағынан түсінесіздер деген ойдамын. Барлықтарыңызға сәттілік жігіттер.